Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, жаңғақ, бал қосылған, өте керемет булочкалар жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен аппара дайындаймыз. Ол үшін 2 шай қасық ашытқыш, 1 қасық шекер, 2 қасық ұн қосып, араластырып, бетін жауып қоямыз көтерілгенше. 10-15 минуттан соң аппарамыз көтеріледі. Сосын ұнға барлық қоспаларды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Шекер, тұз, сұйық май, 1 жұмыртқаны және аппараны қосып, жұмсақ етіп илейміз. Иленген қамырды бетін пакетпен жауып, көтерілгенше 1-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге жаңғақ, сары май және бал керек. Барлығын бірге қосып, жақсылап араластырып аламыз. Балдан 90-100 грамм қосамыз. Міне бізде дәл осындай консистенция шығу керек. Қамыр ашыды, енді қамырмен жұмыс жасаймыз. Қамыр өте жұмсақ және ұнды талап етпейді. Аз ғана ұн сеуіп, видеода көрсетілгендей 4 бұрышты етіп жаямыз. Қамырды тым жұқа етпей, бауырсақ жайғандай қалыңдығын 4-5 мм етіп жаямыз. Сосын бетіне салмамызды толығымен жағып шығамыз. Енді видеода көрсетілгендей жайлап бір тегіс етіп орап шығамыз. Енді осы қамырымызды бірдей бөліктерге бөліп шығамыз. Капкейкеге арналған формаға әрбір бөлігін салып шығамыз. Бетін пакетпен жауып, 30 минутқа дейін көтерілгенше қойып қоямыз. Булочкаларымыз 30 минут тұрды, көтерілді. Енді 1 жұмыртқаны араластырып, бетін толығымен жағып шығамыз. Сосын қызып тұрған духовкада 160-170 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Біздің булочкаларымыз пісіп шықты. Суығаннан соң формадан босатып, бетіне шекер ұнтағын сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Булочкаларымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай, формасы өте ерекше, ал дәмі керемет болып шықты. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер,
лайк басып комментарий калтырууду унутпаңыздар. Барлык коспаларды описаниеге калтырамын. Назарларыңызга рахмет.